Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, дәмі ерекше, ауызда еритін синнабоныйдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Рецептінің жасалу жолы сізді қызықтырса, видеомды соңына дейін қарап, қолдап, пікір жазуды ұмытпаңыз, ол мен үшін өте маңызды. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстінен шекерімізді, ерітілген сары майымызды және тұзымыз бен ашытқымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң жұмыртқамызды да салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды да аз-аздан сала отырып, ең алдымен венчиктің, содан соң қолдың көмегімен видеодағыдай қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Рецептінің толық нұсқасын төменгі описание бөліміне жазып қалдырдым, сонда өтіп қарасаңыздар болады. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Енді қамырымыздың бетін нығыздап жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Мінекей арада 1 сағат уақыт өтті, біздің қамырымыз жақсы көтерілген. Енді аздап ұн себе отырып, видеодағыдай пішінде қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырды орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай пішінге келтіреміз. Енді дайын қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды жағып шығатын боламыз. Содан соң шекеріміз бен корицамызды да араластырып, оны да ерітілген майымыздың үстінен бір келкі етіп қамырға сеуіп шығатын боламыз. Корица барлық выпечка өнімдеріне керемет дәм береді, әрі тәбетті ашады. Сол себепті бұл булочкамыздың басты фишкаларының бірі осы корицада. Енді дайын болған қамырымызды осылай видеодағыдай нығыздап орайтын боламыз. Мінекей орап алды. Енді мен пышақтың көмегінсіз, қарапайым жіптің көмегімен булочкаларымызды кесіп шығатын боламын. Сол кезде қамырымыз тегіс, әрі жинақы болып кесілетін болады. Кесілген қамырларымызды противенге бірдестен салып отыратын боламын. Араларын 1 сантиметрде ара қашықтықта қалдырамыз. Себебі қазір булочкаларымызды біз 20 минутқа тындырып қоятын боламыз. Сол кезде булочкаларымыз көлемі бұдан да үлкейетін болады. Міндетті түрде осы менің рецептіме жасап көруге кеңес беремін.
дәмі сондай ерекше, қайта жасап жегіңіз келетіндей осындай дәмді булочкиді сіздерге ұсынудамын. Енді бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Мінекей, енді булочкаларымызды 160 градус қызып тұрған пешімізге салып қызарғанша пісіріп аламыз. Оған дейін біз булочкаларымыз пісіп болғанша бетіне помадкасын дайындаймыз. Қаймақ пен қант ұнтағын араластырамын. Мінекей, булочкаларымыздың үстіне енді дайын болған помадкамызды жағамыз. Ол біздің булочкаларымызды одан әрі дәмді ете түседі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ариана. Арнама жаңадан келген болсаңыз тіркеліп, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.